Кейін іңкәр айтқан болатын, танысып көрейін деп Жәнібекке сөз айтылды. Жәнібек, нақты жауап. Осыған негізі іңкәр өте әдемі қараутыр жақсы қыз шыны керек. Бірақ бірден енді кішкене іңкәрдің көңілін қимағаннан кейін бір ойланып қалған болатын. Іңкәр негізі мен көріп тұрмын да, негізі сіз екеумізден ары кетсе ағалық қарындас қана қатынас шыны керек. Сондықтан сіздің уақытыңызды да алғым келмеді. Сондықтан мен бұл таныстың енді соны жоқ екен біліп тұрмын да, содан кейін енді іңкәр ренжімеңіз енді. Мен өзім үміткер. Сіздің уақытыңызды ұстап, керек емес сияқты ұстағым деп тұрған жоқ. Өзім үміткерім да шырт күтемін. Балсағаным айтсам. Саида. Ау. Микрофон. Жақсы. Енді қыздар, жігіттер, әрине ешкімнің жауабына қарсы келмейміз ғой. Бізде енді сәл уақытты қыз екен. Жәнібек, жақсы. Іңкәр, енді ыңғайсыз болып жатса кешірім сұраймыз. Таныстық Жанболатпен тоқтап қалған болатын. Енді Жәнібектен ондай жауапты күтпедім менде. Бірақ енді бірден басын ашып айтып жатыр ғой, шынайы болайын, уақытыңызды алмайын деп, бәлкім ол да дұрыс шығар. Сізге чемпион Кения Сансет шайын сыйға ұсынамын. Қара түйіршіктелген, ешқандай қоспасы жоқ, мінсіз сапа белгісіне ие болған шай. Өзіңізге сыйға. Рахмет келгеніңізге. Шығарып салайық. Жақсы. Енді жаңа мен ұмытып кетіппін. Белгіні көріп алайық. Белгі Аиданың қолында. Жоспарым тұрмыс құру, бақытты отбасын құру. Жақсы. Біз құрметті көрермен әрі қарай жалғастырамыз, және де біз шымылдықты жабамыз. Қатысушылар, енді қуанып жатсыздар әрине. Үміткер бір ғана жанды таңдады. Жәнібек деп жатыр. Лаура деп жатыр. Кім? Сандуғаш дейді. Салтанат өзім деп жатыр. Үміткердің таңдауы аяулым. Бүгін әдемі болып тұрсыз, ерекше болып тұрсыз, сезген сияқтысыз. Жоқ, Балауса ханым, мен алдында енді қатты қайтарып жібердім ғой үміткерді. Содан кейін өзімде ойлап жүредім, маған келетін үміткердің духы бір мықты болу керек ау деп. Сондықтан да енді күтпей қалған жайым бар енді. Күтпей қалдыңыз, дайындық болған жоқ демек. Шақырамыз ба? Жақсы, ендеше аяулымның үміткері, келіңіз. Танысайық өзіңізбен, есіміңіз? Қош көрдік, баршаңызға ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бәрі керемет. Сізді көріп қуанып жатырмыз. Аяулымды таңдап келіпсіз. Есіміңіз? Есімім Бекем. Бекем. Жасыңыз? Жасым 18-де. 18-десіз. Қай жақтың тумасысыз? Туылған жерім Қарақалпақстан, өскен жерім Алматы. Аяулымды не себепті таңдадыңыз, қандай қылығы ұнады? Аяулым өте сүйкімді. Және сөздері ұнайды, ойланып, барынша ішіндегін жеткізе алады. Аяулым, сұрақтарыңыз? Сәлеметсіз бе, Бекем, е? Бекем. Бекем? Сәлеметсіз бе? Мені таңдап келгеніңізге өте қуаныштымын. Духыңыз өте мықты екен. 18-демін дедіңіз, е? 18. Немен айналысасыз? Мен өзім өнер саласындамын, әншімін. Демек, белгілі бір оқу орнын бітірдіңіз ғой, е? Музыкальный мектеп бітірдім. Өнер адамысыз. Мен де өнер адамын ғой, білесіз ба? Білем, сондықтан бір-біріміздің талғамыз сай. Так, ата-анаңыз өнер адамына демек қарсы емес? Жоқ, ата-анам наоборот қолдайды, иә? Қазіргі таңда немен айналысасыз? Осы әншілікпен жүрсіз ба, әлде басқа да бір жұмыстарыңыз бар ма? Өзім жасаймын осы өнер саласында, басқа жұмыстар жасамағам. Чисто музыкантпын, тойда или
басқа да жерлерде. Айына қанша табасыз? Айына жоқ ондай қатты миллион. Өйткені Балаша ханым, мен білемін, өнер жолында ақша табу жалпы қиынырақ кішкене. Особенно ол баласына болғандықтан өте қиын негізі. Мен негізі өзімнің екінші жартымның өнер адам болғанын қатты қаламас едім, бірақ та енді Бірақ бәрі мүмкін. Жұлдыз мүмкін, болып, иә. танымал болып, 18 екен тем более. иә, табысты көп табатын жігіт болуы да мүмкін болашақта. Сұрағым бітіп қалған сияқты. Жақсы. Айжан, Бекем, қош келдіңіз. Осы жерде енді сізге пікір айтпастан бұрын бекем бол деп айтқым келеді, өйткені аяулымға келіп отырсыз. Өйткені бекем бол деймін да бұл кісіге. Бекем екен аты. Дұрыс. Бекен ба? Беккен. Беккен?